Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым? Жаратқанның құдіреті тағдырға налыған жанның тағдыры. Айдана деген есімді жас келіншек өміріне қатты ренжіп жүреді екен. Бәрінен соң бірі келген қиындықтар оның жүрегін жаралаған еді. Әкесінен ерте айырылды, анасы ауырып қалды, жұмысы да болмай қалды. Қанша дұға етсе де өмірі өзгермейтіндей көрінді. Күн сайын неге дәл мені не үшін осынша сынап көруім керек деп жаратқанға іштей наз айтатын. Бір күні ауыл шетіндегі қарт кісіге жолығып қалды. Қария оның мұңын тыңдап болып: «Қызым, сен кілемнің теріс жағын ғана көріп тұрсың, Алла оның оң жағын тоқып жатыр» дейді. Айдана бұл сөзді түсіне алмады. Бірнеше күн өткен соң анасының жағдайы құрт нашарлап ауруханаға түсті. Сол жерде Айдана бір мейірімді дәрігермен танысты. Дәрігер анасын аман алып қалу үшін бар күшін салды. Кейін белгілі болғандай, дәл сол күні Айдана басқа жұмысқа кеткенде анасы жалғыз қалар еді. Ал ауруханаға уақытында жетпегенде бәрі басқаша аяқталуы мүмкін болатын. Осы оқиғадан кейін Айдана ойланып қалды. Мүмкін мен жоғалттым деп ойлаған нәрселердің артында Алланың үлкен жақсылығы болған шығар. Уақыт өте келе ол жаңа жұмыс тапты. Сол жерде өмірлік жарын кездестірді, бақытты отбасы құрды. Бір күні баяғы қарияны қайта іздеп барды. «Ата, сіздің сөзіңіз рас екен. Мен тек бүгін ғана өткен қиындықтардың бәрін мен осы бақытқа жеткізу үшін болғанын түсіндім» дейді. Қария күлімсіреп: «Адам тағдырдың бірі ғана бетіне көреді, ал жаратқан бүкіл кітабын көреді. Сондықтан ешқашан үмітіңді үзбе» дейді. Сол күннен бастап Айдана өмірінде қандай қиындық болса да, мұның да бір қайыры бар деп қабылдайтын болды. Өйткені ол бір шындықты түсінді. Кейде Алла бізге сұрағанымызды емес, бізге ең пайдалысын береді. Кейде жабылған есік үлкен апаттан қорғайтын есік болады. Кейде кешіккен жауап ең дұрыс уақытты күтіп тұрған жауап. Егер дәл қазір өміріңізде қиындық болып жатса, үмітіңізді үзбеңіз. Бәлкім бүгін түсінбеген нәрсеңізді ертең түсінерсіз. Жаратқан ешқашан пендесін себепсіз сынамайды. Әр сынақтың артында даналық, мейірім және үлкен жақсылық жасырынып тұр. Жаратқанның жазғанын сенген жан ешқашан үмітсіз қалмайды. Міне, құрметті оқырмандар, тіркелмей болсаңыз тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Пікірлеріңізді жазып кетіңіздер.